Кәсіпкерлік. Кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі. Оның өзгермейтін талаптары болып, ресурстар шектеулілігі, бәсекелестік күрес, мән-жайдың белгісіздігі. Кәсіпкердің негізгі құралы болып, ұқыптылық, кооперация, инновациялар саналады. Жұмысшы, менеджер, кәсіпкер арасында антагонизм жоқ. Бұл жерде кластық жаулар туралы емес, әртүрлі экономикалық эволюцияда тұрған адамдар туралы айтылады. Кәсіпкерлік қызметтің шарттары. Кәсіпкерлік қызмет барлық жерде және үнемі бірдей жағдайда жүреді. Ресурстар шектеулілігі, фундаменталды экономикалық заң. Адамдарда қажеттіліктер шексіз, бірақ оларды қанағаттандыру шегі бар. Бәсекелестік күрес, экономикалық қатынастар негізі. Шектеулі ресурстар барлығын алғысы келеді, бірақ объективті заң арқасында тек кейбіреулері ғана ала алады. Адамдар арасында компаниялар, салалар күрес жануда. Мән-жайдың белгісіздігі, қатал экономикалық шындық. Көптеген қабылданған шешімдер мән-жайдың үздіксіз өзгеруіне әкеледі. Ешкім барлық субъекттермен қабылданатын шешімдерді бақыламағандықтан, экономикалық шындық анықтама бойынша анықталмаған, ал ол тәуекелмен байланысты. Кәсіпкердің негізгі құралдары. 1000 жыл ішінде экономикалық қызмет қатал және қатаң жағдайда жұмыс істеудің спецификалық құралын шығармады деп ойлау үлкен аңғалдық. Ұқыптылық ресурстар шектеулілігіне жауап болды. Барлық және бәрінде кәсіпкерлер қандай да бір бағаны, не белгілі бір іс-шара қанша тұратындығын, ол үшін оған не болатынын санап келген. Кооперация бәсекелестікті жеңуге рұқсат берді. Тамаша жасақталған топ, сенімділікке байланысты, шексіз уақыт күшті, бытыраңқы бәсекелеске төтеп береді. Инновациялар белгісіздікті жеңді. Нарықтық белгісіздік. Біз оған креативтігімізбен жауап береміз. Мән-жай қиын болған сайын, біз көп ойланамыз, шешімдеріміз де күтпеген болады. Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі бұл осы құралдарды тиімді басқаруда. Кәсіпкер әр кез әр жағдайда кәсіпкердің алтын ережелерін ұстануы керек. Ресурстарды сақтау – бұл прагматик болу. Альянс құру – бұл тез тіл табысатын болу. Ойлану – бұл креативті болу. Экономикалық эволюция сатысы. Жұмысшы байлық шығара біледі. Менеджер адамдарды ұйымдастыра біледі. Бұл процесті тиімді етеді. Кәсіпкер өз жігерін салуға ең жақсы мүмкіншіліктерді табады. Қайда тиімді сонда болу. Кәсіпкер девизі.